Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен бірге Майра Сатбекқызы. Бүгінгі видеода ортасы осындай воздушный, нәзік, дәмді болып шығатын капкейки әзірлейтін боламыз. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қараңыздар. Видео ұнаған болса лайк басып комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен бізге керекті заттар: шекер, ұн, разрыхитель, ванилин және сүт, сары май, жұмыртқа қажет болады. Сары май міндетті түрде бөлме температурасында болуы қажет. Соны таза табағымызға салып, жақсылап миксерлеп аламыз. Үстіне құм шекерімізді салып, жақсылап миксерлейміз. Және де жұмыртқаларымызды салып аламыз. Миксерлейміз. Оның үстіне сүтімізді құйып аламыз да жақсылап миксерлейміз. Бізде бір қалыпты болуы қажет. Осыдан кейін ұнымызды 2-3-ке бөліп салып, осылай жақсылап миксерлеп бір қалыпты қамыр жасайтын боламыз. Мінекей біздің тестамыз осындай болып шығуы қажет. Қатты қою емес, және де сұйық емес. Осындай бір қалыпты болғаннан кейін ғана біз енді капкейкидің ыдысын дайындаймыз. Және де осылай арнайы табаққа салып алып, ішіне бір қасықтан болмаса 1,5 қасықтан құйып шығатын боламыз. Қатты толтырып салмаңыздар, себебі бізде капкейки қазір көтерілетін болады. Сол кезде қатты көтеріліп тасып кетпес үшін осындай қатты толтырмай салып шығамыз. Енді қызып тұрған пеште 180 градуста 30-35 минуттан пісіріп аламыз. Әркімнің пеші әрқалай піседі, сондықтан қарап отырыңыздар. Енді біз крем жасауға кірісеміз. Салқын сливкимізді жай скоростан бастап миксерлейміз. Осылай сливкиміз көп болып көтеріледі. Сол кезде біздің творожный сырымызды салып тағы да миксерлейтін боламыз. Өз қалауларыңызша сахарный пудрада қосасыздар дәміне қарай. Неке осындай қоюлықта болып шығу қажет креміміз. Енді крем дайын. Кремді өз қалауларыңызша бояй аласыздар. Мен бүгін кішкене ғана қызыл түстен қосып, розовый қылып боядым. Және де мен бүгін 333 насадкамен осылай бетіне кремді жағайын деп жатырмын. Өз қалауларыңызша насадканы таңдасаңыздар да болады. Розочка насадка алсаңыздар да әдемі кетеді. Осылай енді орап, қолымыздың саусағына қыстырып аламыз, ыңғайлы болу үшін. Енді барлық капкейкидің үстіне осылай жағып шығамыз кремімізді. Енді бетін өз қалауларыңызша сәндейтін боласыздар. Мен бүгін осындай конфетиктермен сәндедім. Бұл өте әдемі, нәзік көрсетіп тұр. Шоколадпен, болмаса клубникамен, фруктімен сәндеуге де болады. Өте әдемі үйлесетін болады. Сондықтан өз қалауларыңызша сәндейтін боласыздар. Мінекей біздің капкейкиміз дайын болды. Өте әдемі, сәнді, дәмді болып шықты. Осылай өте оңай ажырайтын болады. Тек қана қағазын тартқанда осылай өздігінен ажырайды. Керемет, жегенге де ыңғайлы болып тұр. Енді біз пышақпен кесіп көреміз қазір ортасын.
Мінекей ортасы осындай воздушный, өте нәзік, дәмді болып шықты. Міндетті түрде осы рецепт бойынша жасап көруге кеңес беремін. Сөзсіз керемет болып шығатын болады. Осы рецепт менің көңілімнен шықты, сол себепті жиі осы рецепт бойынша қолданамын. Мінекей вилкада өте керемет кіріп жатыр, жұмсақ болып шықты бірден. Үйдегі жақындарыңызды осындай тәтті тағамдармен қуантыңыздар. Видео ұнаған болса лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.